сәлеметсіздер. Мен Айған Құдайбергеновна, Үштөбе қаласы, Қаратал районынан. Мен шөпті дәріні Раушан деген келіншек айтты, содан бастап іштім. Мен сахарный диабетке деп ішкен жоқ, мен сусақтарым ауырады. Сустағым ауырады, жүрмей қалып, вообще ақсаңдап жүре алмайтынмын. Екі қолым үйіттімді. Соның бәрін айтып едім, осы шөптен бастаңызшы деді. Соны мен айттым, жусаннан, составын оқысам, жусан бар екен. Жусаннан у меня аллергия. Соны Раушан айтты, сіз ішіп көріңіз, бір-екі күн ішіп көріңіз. Если сізге аллергия болса, шөпті қайтарып алам деді. Сосын ақырындап іштім, Құдайға шүкір тәуба, бір 3-4 күннен кейін маған реакция қашып. Очистка. Енді масқара 3 күннен кейін у меня был жидкость столько шықты. Одан кейін бір күннен кейін у меня очистка, не понос, у меня было это кал натуральным образом. Потом последний разында прям көмір жегенде көмір шықпы үшін, көмір масқара мен сізге Раушан айттым ғой. Содан кейін бір аптадан кейін, 10 күннен кейін я заметила, что мен қолдарым ұйымайды. Я сплю хорошо. И өзімді хорошо сезіне бастадым. Аллаға шүкір. Соның 2 ай ішіп шөпті үзбей іштім. Одан антипаразит, у меня аллергия, сезонная аллергия, масқара, мен дипроспан. Кім аллергетик білет, дипроспан это сезонный укол салады. Мен уақытында гормональный салғанда туып кететін. Во-первых, мен вес скинула хороший, вообще күшті. 15 күннен кейін өзімді жақсы сезіндім. Весқа қарасам 8 килограмм 15 күнде я скинула. Мен енді үзбей уақытында қалай айтты, антипаразитін іштім, иммунная система, иммунитет көтеретін іштім, и тоник, мужской тоник іштім. Осы 2 айда осыларды ішіп бітірдім. Қанып көреді ғой? Сахарный диабет. Мен сахарный диабетті, почему я почувствовала, что мне легче. Мен апайым қайтыс болды да, мен таңда күн кешке сол жақта жүрдім. Соны анам ауырып қалды. Сахарный диабетпен ауыратын. Но у нее сахар 25 болғанда инсулинге посадили ее, и ертеңгісін ол кісінің қантын измерять еткенде өзімдікін измерять ететін. Смотрю, ертеңгісін тұрсам 5-5. Я не поверила. Екінші рет алып тексерсем 5-5. Сосын кешке қарай перед ужином, кешкен жұмыстан, и өлшейемін, кешке қарай анамның тоже опять инсулин салшы сахарын, несін өлшейм ғой. Ол кісінің 20-25 сондай болып тұрады. А менікі тамақ ішкенде 6-да 7, 6-да 1 болады.